Достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қой етінен өте дәмді шурпа дайындаймыз. Ең алдымен қазанға салқын су құйып, етімізді саламыз. Етті қайнай бастаған соң, судың бетіне көбігі шығады. Барлық көбікті алып тастауымыз қажет. Сол кезде біздің шурпамыз мөлдір, әдемі болады. Шурпаға бір ас қасық тұз саламыз. Содан кейін бір пияз бен бір болгар бұрышын салып, оттың астын баяулатамыз. Міндетті түрде шурпаны баяу отта пісіру қажет. Сол кезде біздің шурпамыз өте мөлдір, әдемі болады. Қақпағын жауып, 2 сағат ет піскенше қайнатамыз. Ет пісемін дегенше біз шурпаға салатын көкөністерімізді турап алайық. Ол үшін бізге картоп, сәбіз, болгар бұрышы, қызанақ және де пияз қажет. Барлығын осындай орташа қалыңдықта турап аламыз. Мінекей етіміз біздің 1,5 сағат қайнады. 1,5 сағаттан кейін сорпадағы болгар бұрышы және де пиязды алып тастап, картоп, сәбіз, қызанақ және де пиязды салып, шорпамызды әрі қарай жарты сағат картоп пен сәбіз піскенше қайнатамыз. Оттың астын кішкене орташаға қоюымыз керек. Өйткені сорпамыз қайнамай қалады жай отта. Бетіне көбігі шықса, көбіктің барлығын алып тастаймыз. Қақпағын жауып, баяу отта 20-30 минут пісіреміз. Шамамен 20 минут өткен соң, болгар бұрышын саламыз. Дәмін көріп, тұз жетіспесе тұз, қара бұрыш салып, араластырып, баяу отта қақпағын жауып 10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей шорпамыз дайын. Қараңыздар, сәбіз бен картоп және де ет өте жұмсақ болып пісті. Сіздерге осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес етемін. Өте дәмді әрі пайдалы сорпалардың бірі. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Себебі алдағы уақытта өте көп рецепттер болады. Сіздермен бірге болған мөлдір. Сау болыңыздар.